басым салмаған жоқ. Не деген ауыр? Мәссаған көтере алмаймын. Сүлес болды. Сен бүйтіп Сәлем Нұрсұлтан. Қалың қалай? Жақсы Көңіл күйің? Жақсы шүкір. Бізде бәрі тамаша ғой. Нұрсұлтан, сен кәсіпкерсің. Иә. Ағаш саласымен айналысасың. Жасың қаншада? Жасым 22-де. Жасың 22-де, иә? Жоғарғы оқу орнын оқыдың ба? Иә, оқыдым. Қай мамандық? Алматыда МУИТ деген университетте программист мамандығы. Өте бір жағындай жоғарғы деңгейдегі мамандық қазіргі уақытта. Сондай мамандықтан бас тартып бизнеске келуіне не себеп? Өзім сол жеке кәсіпкер болғым келеді, біреуге жұмыс істемей, өзіңізге бастық болып. Саған осы кәсіпті ашуға көмектескен, қолдау көрсеткен жандар бар ма? Иә. Өйткені бұған қомақты қаражат қажет. Біріншіден бұл кәсіппен әкем айналысқан, осы уақытқа дейін. Ағаларым да бар осы жерде. Маған қолдау көрсетіп, көмек көрсетіп жүретін. Қалай жұмыс жасау керек екенін айтып жүретін ағаларым бар. Қанша уақыт болды айналысып жатқаныңа? Қазір 2 жыл болды. 2 жыл болды, иә? Ең бірінші 2 жыл енді бұрынға өтетін болсақ, бастаған кезде қандай қиындықтарды өткердің? Адам жинау жағы қиын болды маған. Команда жинау, кадрлар жинау. Иә. Қандай қызметкерлер жұмыс істеу керек? Мен осы жерге келген кезде көп адамдар танымайтын едім, жұмыс істейтін. Жаңағы пилорам бар менде. Оның міндеті не? Ағашты тіліп, тақтай шығарады. Соған адам керек болды, постоянно істеп тұратын. Сондай адам жинау қиын болды сол басында. Басында қиын болды, сосын қандай қиындықтар болды? Қызметкерлер тарапынан? Басқа қиыншылық көріп отқан жоқпын қазір. Өзің тез меңгеріп кеттің ба? Иә. Әлде іштей бекер бастаппын ғой, сол жаңағыдай қарамағында жүре берсем болатын еді? Ондай ой болмаған. Бекер бастаппын ғой деген. Қазір мен басқа да өзімнің пландарым бар. Осы жеке кәсіпкерлік жағынан. Сол инвестиция қойып басқа жақтарда да жұмыс істеп жатырмын. Ағаштар қайдан келеді? Россиядан келеді, Ресей мемлекетінен келеді. Өзіміздің Қазақстанда Қостанай, Павлодардан келеді ағаш. Ресей мен қазақстандық ағаштардың айырмашылығы бар ма? Сапа жағынан болсын, баға жағынан болсын. Қазақстандық ағаштар кішкене қисықтау болады. Ресейлік ағаштар түзу болып келеді көбінесе. Сұраныс қайсысына көп? Ресейлік ағаштар. Қазақстандық ағаштың бағасы мен ресейлік ағаштың бағасы бір ме? Жоқ, екеуінің бағасы кішкене не бар? Мысалы, айтып өтсең. Мысалға, Ресейден бір вагон 2,5 миллион тұратын болса, Қазақстанда 2 миллион 350 мың тұрады. 100 мың теңге, 150 мың теңге разница бар. Өтпей қалып Қазақстан ағаштар сондай қиналған кездерің болды ма? Жоқ, ондай кез болмады. Сезон қай уақыт? Сезон уақыты осы күн жылыған кезде май айынан басталады, ноябрьге дейін. Ары қарай уже тынышталады. Таңертең кешке дейін жұмыс істейсіңдер ме? Азан сағат 8-ден кешкі сағат 9-дарға дейін жұмыс істейсіңдер, иә? Осы жерде қонып қалып жұмыс істеген кездерің болды ма? Суықта тоңып қалып? Жоқ, ондай кез болған жоқ. Ондай кез болған жоқ па? Бағаға қайтып оралсақ, Түркістан облысы болды 2019 жылы. Қазір енді карантин болды, одан кейін сосын қазір 2021 бізде стройка жүріп жатыр қалада. Стройка басталғалы, Түркістан облысы болғалы баға шарықтады деп естіп жатырмыз. Бұл қаншалықты рас, әлде өсек әңгіме ма? Бізде әлі өскен жоқ баға. Қанша уақыттан бері ұстап тұрсыңдар? 1,5 жылдай болды. 1,5 жылдан бері сол бір бағаны ұстап тұрсыңдар. Енді алдымыз көктем, жаз, тағы да сезон келе жатыр. Көтерілуі мүмкін бе? Иә, мүмкін. Неге байланысты? Ресей мемлекетінде вагондардың бағасы қымбаттап жатыр, ағаштың бағасы. Соған байланысты көтерілуі мүмкін. Қазақстандық ағаштар осы тұрақты бағада ұстап қала ма, әлде олар да Ресейге қарай ма? Олар да көтеріледі ғой. Доллар көтерілсе көтеріледі дейді. Долларға да қатысы бар ма? Бар, қатысы. Ағаштар енді доллармен келе ма? Рубльмен келеді. Рубльмен, иә? Қазақстан ол теңгемен шығады. Мысалға сен айта аласың ба, клиенттерің минимум осынша бағаға сауда жасайды, немесе максимум осынша бағаға сауда жасайды деп бір алғанда? Жоқ, айта алмаймын. Бір кісі миллиондап зат алады, 2 миллиондап зат алады. Яғни ең үлкен бір сауда бір адаммен 2 миллион болды ғой. 2,5 миллион. 2,5 миллион бір алғанда. Ал минимум мысалға қанша? Минимум 200 теңге. 200 теңгеге бір ағаш алып кете ма? Иә. Осы клиенттермен жұмыс барысында қиындықтар болды ма? Сен алдап кеткен,
туыстар арасында болсын, клиенттер арасында болсын. Менімен болмады ондай нәрсе. Қасымдағы жұмыс істейтін адамдарда болды бірақ. Сонда не деп алдап кетеді клиенттер? Адам көп келіп отырған кезде адамдар өзі ығы-жығы болатын уақыттар болады ғой. Сол кезде жаңа біреумен есептесіп жатып, екіншісімен сөйлесіп кететін кездер болады, екінші клиентпен сөйлесіп кететін, үшіншісімен сөйлесіп кететін кездер болады. Сол кезде бір клиент бердім деп кетіп қалу жағдайлары да болды. Яғни клиенттердің өзі алдайды, сол сәтті пайдаланып. Сенде мысалға клиент ығы-жығы болып жатады, күн ыстық, мына жақтан товар келеді, мына жақтан зат өткізесің, мысалы небір бәлеқорлар бар. Мен ақшасына болмай жүрмеймін ешкімді. Сен сондай жағдайда қайтесің? Тұра тұрыш, күте тұрыш дейсің ба, әлде бәрімен бір уақытта жұмыс істей бересің ба? Күтеді ғой, кезекпен жұмыс жасаймын. Сенімен ұрысып кеткен клиенттер болды ма? Түк саудаласа алмайсың, клиент ұстап тұра алмайсың. Көбісі ұнатып кетеді жалпы мен. Жалпы сенің қызметіңе көңіл толып кетеді ғой. Осы ағаш бизнесінің қандай шығындары бар? Мен келдім да, қарап отырсам, дала мысалға да, жер, свет жоқ, су жоқ, газ жоқ, көмірсу газ жоқ, бір шығын аз сияқты көрініп тұр маған. Шығындары осы күн жылы уақытта мына ағаштар уже кругляктен кішкене кесілсе болды, уже айнып бастайды да ағаштар. Күн ыстыққа бұлар айниды. Қойды үлкен кругляк болсын, екі жағын алатын болсаң, ол кругляк уже айнып бастайды. Кесілсе болды, айниды. Күн ыстықта тез айнып кетеді. Бір аптаның ішінде ағаштар айнып кетеді. Оны бастырып қоймасаң, қарап өзіне қарамасаң, шірейді, айниды. Сосын менде ағаш таңдаған кезде енді әртүрлі адамдар бар, қарайып кетсе сол алмай жатады, таңдап жүріп, шертіп жүріп алады. Сол негізі дұрыс па? Дұрыс қой. Яғни сен клиенттерге қандай кеңес бересің ағаш таңдаған кезде? Нені ескеру керек? Білмеймін оны. Әлде ағаштың жаманы жоқ, қолына ілінгенді ала бер деп. Алайын лазым, Яғни ол мысалы қарап кетсе, оның ешқандай да несі жоқ қой. Ешқандай да зияны жоқ, ол крышаға кетеді, оны ешкім көрмейді да, қарайды. Сапа сол күйінде қалады, түрі өзгергенмен. Мынау свежий ағаш свежий кезінде жиналып қалатын болса, астында не бар ғой, свежий болып жиналды, су болып тұрады, нан болып тұрады ғой. Солар түседі ғой. Көгереді содан. Оны полға салуға жарамайды енді, бірақ крышаға ештеңе қылмайды. Ештеңе қылмайды. Ал полға жарамайды, көрініп қалады. Яғни сен еденді ағаш төсейтін болсаң, сен таңдап шертіп жүріп ал крышаға болса қолыңа түскенін ала бер, иә. Сосын бізде енді Түркістанда бәрі біледі ғой, саудаға қатты клиенттер. 10 теңге болсын, 5 теңге болсын түсіріп кетті, ол кәдімгі біздің Түркістан дәстүріне айналған. Сен қаншалықты мәртсің? Мен сізге бірнеше айтайын, бір клиенттер болады, қатты таңдағыш келеді. Сол қатты таңдайтындар қатты ұрынады. Солай ма? Былай қолы жеңіл кісілер болады, кішкене саудаласады да, нормальный түсіріп алады бағасын, нормальный бағадан алады, алып кетеді дұрыс ағашты. Қатты таңдайтындар қатты ұрынады. Яғни жандай шертіп тұрып таңдау демес, бұйырған алу керек. Таңдаған тазға жолығады ғой. Иә. Енді Нұрсұлтан, сен енді қанша түсіресің? Мысалға енді мен мысалдап айттым, енді 5-10 теңге деп, жалпы. Мысалы ең арзан ағашың қанша? Ең арзан ағаш 200 теңге ба? 1000 теңге, иә? 1000 теңге. Сол 1000 теңгелік ағаштан қаншаға бересің? Қатты саудаласқан жағдайда, былай пасовойский деген жағдайда. 1000 теңгеден беремін, одан төмен болса алмай қойдым. Өзі 1000 теңге түспейсің. Қандай ағаштан түсіріп бересің? Көптеу алып жатса, 50 теңге, 100 теңге түсіріп беремін. 50 теңге, 100 теңге. Өйткені ол өзінің шығынды ақтамай қалады ғой. Одан төмен уже шығын ақтамай қалады. 2 аптада бір айда келіп тұрады, иә? Ағаштар. Ағаштар жаңа Ресейге заказ беретін болсаң, бір айдың ішінде келеді. Осы Қазақстан үшін заказ беретін болсаң, 1,5 апта, 2 аптаның ішінде. Ақшасын бірінші төлейсіңдер ма, әлде келген соң ба? Келген соң төлейміз, бірінші төлейміз. Ортада адам бола ма, әлде өздерің тікелей барып, өздерің тікелей сөйлесіп? Ортада адамдар көп. Солар арқылы ма? Солар арқылы. Алдап кеткен. Біз о жақта адамдар салады ғой, жинайды ғой, ағашты жинайды. Жаңағы ненің ішінен, орманның ішінен шаландырмен ағаштарды алып шығады, кругляктарды. Сөйтіп оны вагонға жинайды. Сол кругляктарды алып шыққан жерден таңдайды ол кісілер. Біз ортадағы адамдар ше. Біздің уақытымыз жоқ, біз мына жерде сауда істейміз ба, или ой ағаш таңдаймыз ба? Сен өзің барып көрген кезің болды ма? Барып басында болып қалай процесс жүріп жатыр? Суреттерін көргенмін. Абай, өзің барып көрген жоқсың. Ортадағы адамдар сенімді болу үшін қалай тексересің? Өйткені ортада ақша жүріп жатыр, товар жүріп жатыр. Қалай тексеру керек екенін білмеймін, мен өзім ортадағы адамым, ол менің ағам. Өзінің жақының? Өзімнің жақыным. Алдағы уақытта да Түркістанға көшіп кетпей тауып аласың. Иә, тауып аласың. Жақсы, енді
бағаға тағы қайта оралсақ, өзің табыс қала ма? Табыс қалмаса жүрмейміз ғой бұл жерде. Мысалға күннің ыстығы бар, суығы бар, ауа райына қарамайсыңдар. Мысалы ағаштар мұздай, оны ұстайсыңдар, кейде қолғаппен, кейде қолғапсыз. Өзім зардатын кездері болады. Иә, ауыр зат, оның бәрі адам денсаулығына да мысалға зиянды. Інім жүр, жасөспірім. Жасөспірім болғанда 18-ден асып кетті ғой інім. Иә, мысалы жасқа жатады. Кейде бір бола ма, әттең ай осы жаңағыдай қиналып жұмыс істеп жатырмыз, кішкене жаңа табысы көтермей жатыр, қанағаттанбай жатырмыз осы еңбегімізге деп, күнімізді де, жоқ, ондай нәрсе болмайды. Ондай жоқ па? Өздерің қанағат етіп, риза етіп, енді айына бүкіл шығынды есептемегенде таза табыс қанша қалады? Бұл сауда болғаннан кейін таза табыс деген нәрсе жоқ бізде. Яғни ойнап тұрады ғой. Бірде болмайды. Мысалға минимум жоқ дегенде қолыңа қанша ұстайсың? Айына. Секрет па? Яғни сенің жалпы ішіп жеуіне, сенің мысалға комфортта өмір сүруіне ағаш бизнесі сені не қыла ма? Қамтамасыз ете ала ма? Қамтамасыз ете алады ғой. Жалпы сенің еңбегің ақталады осы бизнесте. Ағаш бизнесінде табысты болу үшін қандай болу керек кәсіпкер? Ақшаны көп қою керек. Бәрі ақшаға тіреле ма? Яғни сен ең бірінші ақша құясың. Ақша құясың. Өзің пысық болуың керек сияқты. Сен саған қарап айтып жатырмын. Адаммен сөйлесе білуің керек. Клиентпен сөйлесе білуің керек. Басқара білуің керек. Жаңа қол астындағы адамдарға дұрыс бағыт беріп, мынаны істе, мынаны істе, былай істе деп қарап отыратын, демалмай шық жұмысқа деп отыратын адам керек. Яғни мотивация бересің, ұйымдастырасың. Жалпы өзің қандай басшысың? Күшті. Қалжыңға жақынсың ба, әлде кейде бір сығып қысып алатын кездерің бола ма? Ондай кездерде болады, сығып қысып алатын. Себебі сығып қысып отпасаң жұмыс істемейді ғой оларда. Кейде қалжыңдайтын кездерде болады. Ойнап тұрмасаң кім жақтырады? Жаман ғана. Үнемі Нұрсұлтан, енді саған қояр сұрақтар көп, бірақ енді жаңағыдай мүмкін алдағы уақытта екінші бөлімін түсіреміз. Ал қазір сен өзің ағаштарыңды көрсетіп араласаң, жалпы ағаш бизнесінің күйбең тіршілігі қандай болып жатыр, өз көзімізбен көріп қайтайық.